Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің сабағымызда C және C++ программалау тіліне кіріспе сабағын өтетін боламыз. Біз өткен сабақта Python программалау тіліне сипаттаған болатынбыз, кіріспе сабағын өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта C және C++ программалау тіліне сипаттайтын боламыз. Негізгі басымдықты C++ тіліне беретін боламын. Себебі C тілінде қамтитын болады. Және C++ тілі C тілінде және өзіне ғана тән синтаксисте жұмыс жасай алады. Сондықтан мен басымдықты C++-да беремін, бірақ қажет болған жағдайда C тілінде қалай жүзеге асатынын көрсетемін. Аталған тілдер Python тілінде, C тілінде, C++ тілдерде нарықта өте жиі және кең қолданылатын программалау тілдері болып саналады. C++ тіліне келетін болсақ, бұл өте қуатты, мультипарадигмалы программалау тіліне жатады. C немесе C++ программалау тілінде біз жүйелі программалар жасай аламыз. Жүйелі программалар деген сөз, біз аппаратпен байланысатын программаларды құра аламыз. Яғни, мысалы, операциялық жүйелер, және оған қатысты драйверлер, вирустар, антивирустар, міне бұл жүйелі программалар жатады. Яғни біз процессормен жұмыс жасай алатын программаларды осы C тілінде және C++ тілінде құра аламыз. Embedded systems, яғни встроенный системы, кірістірілген жүйелер, робот техникаларда осы C және C++ программалау тілін қолданады. Себебі бізге жүйемен жұмыс жасауға мүмкіндік беретін программаларды құруға осы C және C++ тілі қолданылады. Әртүрлі графикалық программалар, ойындар осы C және C++ тілдерінде жазылады. Қолданушының графикалық интерфейсі бар қолданушылар да негізінен C++ тілінде жазылады. C тілінде де қолданылады. Және веб саласында да бұл C++ тілі қолданылады. Яғни желілі қосымшалар, яғни сетевые приложения, network applications, осыларды құруға мүмкіндік береді. Яғни сервер тілі ретінде де пайдалануға болады. Егер веб қосымшалары келетін болса. Мысалы, біз YouTube-ты Python тілінде жазылған деп айтамыз. Бірақ ол таза Python тілінде жазылмаған. Ең жауапты деген компоненттерді, яғни жылдамдығы өте жылдам жұмыс істейтін бөліктерді C және C++ программалау тілінде жазылған. Мысалы, біздің браузеріміз, Chrome браузері, бұл да бізде C++ программалау тілінде жазылған. Сондықтан бізде C және C++ программалау тілінде желілі қосымшаларды құруға мүмкіндік береді. Мысалы, бізде Google іздеу жүйесін Python программалау тілін жиі қолданады деп айтамыз, бірақ негізгі компоненті ол жерде де C және C++ программалау тілін пайдаланған. Себебі программа коды не істеу керек, жылдам орындалу керек. Тіпті Python программалау тілінің өзі де C тілінде жазылған. Яғни Python программалау тілін орындайтын интерпретаторның өзі де C тілінде жазылған. Және ғылыми қосымшалар, инженерлік, техникалық қосымшалар негізінен осы C++ тілінде жазылады. Әртүрлі AutoCAD, әртүрлі модельдеу, 3D Max, Blender, MATLAB секілді инструменттер, ANSYS, яғни осындай ғылыми техникалық салаларда қолданатын қосымшалар негізінен C++ программалау тілінде жазылады. C++ тілінде параллельді программаларды осы негізінен C++ тілінде жазылады. Суперкомпьютерлерге арналған қосымшалар және жасанды интеллектке қатысты программалар негізінен осы C++ программалау тілінде жазылады. Және Python программалау тілі, C++ программалау тілі бұл мультипарадигмалы программалау тілі. Атап айтқанда, C тек процедуралық стильде жұмыс жасайды. Ал C++ бұл процедуралық стильде де, объектіге бағытталған стильде де, және соңғы нұсқалары функционалды программалау стильде де жұмыс жасайды. Яғни C++ бізде императивті стильде плюс декларативті стильде жұмыс жасай алады. Енді
C++-ты бұл таза функционалды программалау деп айтуға болмайды. Бірақ элементтер бар. Сондықтан C++ бізде C тек қана процедуралық стильде жұмыс жасайды, ал C++ процедуралықта объектіге бағытталған стильде де плюс функционалды стильде қосылған. Сондай керемет программалау тілі. Енді біз қалай жұмыс жасаймыз? Негізінен C++-та программа құру механизмі экранда көрсетіліп тұр. Біз кез келген мәтіндік редактордың көмегімен C немесе C++ тілінде программа кодын жазамыз. Және оны бір файлға сақтаймыз. Мысалы hello.cpp файлы. Біз бұл файлды компиляторға беруіміз керек. Яғни компилятор осы файлдың ішіндегі кодты оқиды. Және нәтижесінде бір машина кодын шығарады. Немесе объектілі код деп атайды. Орындаушы код деп айтуға болады. Яғни машина кодын жасау керек. Әрине бұл машина кодын жасау процесі де бірнеше сатыдан тұрады. Біз қазір келесі схемада көрсететін боламыз. Ең бастысы машина кодын жасаймыз. Бұл машина кодын біз операциялық жүйеге жүктеуіміз керек. Яғни операциялық жүйенің көмегімен бұл программаны орындайды. Нәтижесінде біз программа нәтижесін алатын боламыз. Яғни толығырақ ішкі механизмден қарайтын болсақ, біз программа кодын жазамыз. Потом бұл программа кодын біз компиляторға беруіміз керек. Бірақ компилятордың алдында, яғни компилятордың бір компоненті бар, препроцессор деп аталады. Біздің программа кодымызды толықтырады, яғни компиляторға дайындайды. Компилятор арғырап бізде ассемблер кодын құрастырып береді. Ассемблер кодын арғырап осы компилятордың бір бөлігі болып саналатын ассемблер компилятор болуы мүмкін. Сол ассемблер компилятор арғырап машина кодын жасайды. Немесе бұны объектный код деп атайды. Бұл машина кодын арғырап компоновщик немесе линкер деп атайды. Басқа машина кодтармен біріктіріп, неге біріктіріп деп айтамыз? Себебі біз программа кодын құрастыру барысында дайын басқа кітапханалардың функцияларын пайдалану мүмкінбіз. Демек, басқа бір библиотекаларды пайдаланамыз, басқа бір кодты пайдаланамыз. Демек, олардың машина кодтарын біріктіру керекпіз. Яғни компоновщик немесе линкер осындай бірнеше машина кодтарын біріктіріп, және оны белгілі бір операциялық жүйеде орындауға дайындайды. Бұдан шыққан программаны біз орындаушы код деп атаймыз. Қысқаша exe файл. Осы орындаушы кодты операциялық жүйе іске қосалады, және компьютер жадысында орналастырып, оны орындауға пәрмен береді. Жалпы программаның, яғни C немесе C++ программалау тілінде программаны құру процесі осындай сатылардан тұрады екен. Тура алдыңғы схеманы енді графикалық түрде визуализациялайтын болсақ, бізде мысалы программа коды болады. Оны біз компиляторға беруіміз керек, және компилятор өзінің ішінде компоненттерін іске қосады. Препроцессор бірінші біздің кодымызды дайындайды компиляторға. Компилятор одан кейін біздің кодымызды ассемблер кодқа айналдырады. Ассемблер код арғырап ассемблердің компиляторына барады. Ассемблердің компиляторы бізде объектный код дайындайды, немесе машина коды. Арғырап компоновщик немесе линкер басқа объектілі кодтармен біріктіріп, бізде exe код немесе орындаушы код жасап береді. Арғырап біз орындаушы кодты операциялық жүйенің көмегімен іске қосамыз, сонда біздің программамыз орындалатын болады. Енді C және C++ программалау тілін қалай қолданатын боламыз? Біз көбінесе белгілі бір инструментті пайдаланамыз. Оны IDE деп айтайды. Integrated Development Environment, яғни программа құрудың ортасы. Бұл программалардың жалпы саны өте көп, әртүрлі компаниялар ұсынады. Мысалы, Microsoft компаниясы Visual Studio ұсынады. Eclipse деген инструмент бар, NetBeans деген бар. Тағы да көп инструменттер түрі бар. Негізінен мен өзім GCC компиляторын пайдаланамын. GNU үйім ұсынатын GCC компиляторын пайдаланамын. Плюс Visual Studio кодты қолданамын. Негізінен осы екі инструментпен жұмыс жасайтын боламын. Қандай инструментпен жұмыс жасасақ та, ол ешқандай әзірге айырмашылық болмайды. Себебі мен негізінен Linux операциялық жүйесінде жұмыс жасайтын болғандықтан, маған GCC компилятор және Visual Studio код ортасы тиімдірек. Mac OS'та да негізі осылай жұмыс жасауға болады.
және Windows'ға арналған нұсқасы бар, GCC компиляторының. Ол MinGB деп аталады. Оның қалай орнату керектігін алдыңғы бірінші бейнеде немесе видео сабағында көрсеткен болатынмын. Сіздер соны орнатып, тура мен сияқты жұмыс жасасаңыздар болады. Немесе Visual Studio'ны пайдалансаңыздар болады, ешқандай айырмашылық жоқ. Негізінен осы инструменттерді пайдаланамыз. Себебі қандай инструментті пайдалансақ та, біздің программа құру схемасы мынандай сатылардан тұратын болады. Просто Visual Studio секілді инструменттерде бұл сатылар көбісі жаттырылған. Сіздер программа кодын құрасыздар, яғни проект ашасыздар, программа кодын құрасыздар, бір жасыл кнопканы басып қаласыздар, осы процесстердің бәрін жүріп өтеді. Ал Linux системаларда сіз бұл процесстердің бәрін жеке-жеке қосатын боласыздар. Мысалы, біз Visual Studio кодты ашып көрейік. Visual Studio кодта біз бір файл құрамыз. Ол файлдың аты мысалы жай hello.spp деп атайық. Мұны біз C және C++ тілінде программа жазамыз. Давайте C++ тілінде жазайық. IOStream. Программа кодын жазамыз. Қазір қандай код жазылғанға аса маңызды емес, оны әзір түсіндірмеймін. Алдағы сабақтарда түсіндіретін боламын. Қазір программаны қалай орындау керек екенін білсек болды. Яғни программа кодын жаздық. Мысалы сәлем әлем деп жаздық. Және оны орындайық. Яғни бізде программа код дайын. Енді бұл файлды біз компиляторға беру керекпіз. Мен GCC компиляторын қолданамын. Әрине, мынау команд строкада біздің файлымыз қай жерде тұрғанын көрсетуге болады. Былай істеуге де болады. Мысалы, менің папканың орналасқан жеріне барамын, мысалы. Мына файл орналасқан жер. hello.spp. Осы жерге мен, мысалы, C++ компилятор болғандықтан былай жазамын. hello.spp. Enter бассақ та болады. Бірақ мен қосымша O деген параметр беремін. Себебі құрылатын exe файлдың, яғни орындалушы файлдың атын да беріп кетемін. Яғни hello. Enter бассақ, бізде компиляция да өтеді, линковщик те болады, нәтижесінде hello файлы пайда болады. hello.exe. Енді бұл hello.exe'ны мен істей аламын, орындай аламын. Сәлем, әлем. Яғни операциялық жүйеге орындауға пәрмен беру. Немесе мынау компилятордың көмегімен, Visual Studio'ның көмегімен Ctrl-ды басып тұрып, тильданы бассаңыздар, терминал ашылады. Ctrl тильда белгісі. Escape астындағы белгі тильда белгісі. Осы жерде терминалмен жұмыс жасауға болады. Бұл жерде де тура сол командын қайталауға болады. Яғни бұл жерде терминал деген сөз, мынау команд строкамен жұмыс жасауға да болады, немесе бірден осы жерде жұмыс жасауға болады. Бұл жерде тура сол команданы орындауға болады. hello.spp. hello. Және орындау барысында мен hello.exe. Мұны орындалып тұр. Егер C тілінде код жазғымыз келсе, давайте кеңейтілген S деп берейік. Және мына жерге программа кодын жазамыз. Include print сәлем әлем. Сақтаймыз. Тура осы схеманы қолданамыз. Енді GCC деп аталады. Яғни GNU-C компилятор деген сөз. hello.c және O. Давайте файлдың атын мысалы өзгертейін. hello.cd. Мына жерде тире O деген параметр бар. Менде мына жерде активация Windows деген сообщение шығып тұр. Windows-мен уақытша орналастырғандықтан осындай активация жоқ. Тире O деген бар. Давайте hello.c дедім. Орындаймыз. Ешқандай қатер жоқ.
Қараңыздар, hello C, hello SVP, біздің файлымыз мына hello C exe. Енді exe файлды не істей аламыз? Орындай аламыз. Орындалды. Жалпы, осылай орындалу схемасы осындай. Енді C және C++ тілін сипаттауға келетін болсақ, біз программалау тілін сипаттаған кезде алдыңғы сабақтарда парадигма бойынша және деректерді сипаттау бойынша топтастырған болатынбыз. Егер сол стильде сол бойынша топтастыратын болсақ, бізде C тілі бұл императивті стильде жұмыс жасайды, соның ішінде процедуралық стильде жұмыс жасайды. Ал C++ тіліне келетін болсақ, бұл императивті стильде де, декларативті стильде де қолдайды. Негізінен императивті стильде процедуралық және объектіге бағытталған стильде жұмыс жасайды. Қосымша соңғы нұсқаларында функционалды программалау элементтері C++ тілінде қосылған. Енді деректерді сипаттауға келетін болсақ, C++ тілінде, C тілінде болсын, C++ тілінде болсын, айнымалардың типі анық көрсетіледі. Естеріңізде болса, Python программалау тілінде айнымалардың типі анық көрсетілмейтін. Ал C++ тілдерінде бұл анық көрсетіледі. Және айнымалар құруда бұл негізінен статикалық модель қолданылады. Яғни айнымаларды программа қосу барысында құрылады. Бірақ динамикалық модельді де қолдайды. Яғни біз программа жұмыс істеу барысында, яғни программа орындалу барысында да айнымаларды құра аламыз. Бірақ оған ат бере алмаймыз. Біз оның тек адресімен ғана жұмыс істей аламыз. Естеріңізде болса, Python тілінде динамикалық модельмен жұмыс жасайды. Және C++ тілде бұл қатал типтеу тәртібін қолданады. Яғни бізде әртүрлі типтегі мәліметтерді бір өрнекке араластырып жазуға болмайды. Негізінен C және C++ программалау тілдерінің сипаттамасы осындай. Жақсы, сау болыңыздар, кездескенше.